Уху, Дауыл. Дауыл анимациялық студиясы ұсынады. Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Дауыл. Сегодняшняя тема «Менің сүйікті ісім». Прежде чем начать аудирование, давайте сначала просто посмотрим мультфильм без субтитров, затем я объясню слова и выражения, связанные с этой темой. Онда бастайық. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе? Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің сүйікті ісім. Міне, ал. Рахмет. Оқасы жоқ. Кіруге бола ма? Иә, болады. Шығуға бола ма? Жоқ, болмайды. Сурет салу, рисовать, painting. Тұр, жасыл. Сен сурет саласың ба? Иә, мен сурет салу. Дұрыс емес. Отыр. Мен жауап берсем бола ма? Мен сурет саламын. Дұрыс. Сен не істейсің, мей-мей? Мен ән айтамын. Жарайсың. Сен не істейсің, Мәриям? Мен кітап оқимын. Өте жақсы. Сен не істейсің, Адым? Мен шахмат ойнаймын, футбол ойнаймын, домбырада ойнаймын. Сабаққа кешігемін, сабақта ұйықтаймын дегенді қосып қойсаңызшы. Сен не істейсің, Миша? Мен әжетханаға барамын. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіз бе? Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің сүйікті ісім. Міне, ал. Рахмет. Оқасы жоқ. Кіруге бола ма? Иә, болады. Шығуға бола ма? Жоқ, болмайды. Болады переводится как «можно». Болмайды – нельзя. Болама используем, когда спрашиваем разрешение на что-то. Перед словом «болады» обязательно нужно добавить «гаке». Например, айтуға болады, можно говорить. Сұрауға болмайды, нельзя спросить. Көруге бола ма? Можно посмотреть. Су ішуге болмайды, нельзя пить воду. Сурет салу, рисовать, painting. Тұр, жасыл. Сен сурет саласың ба? Если глаголы применяются без личных окончаний и без суффикса «у», то они выражают повелительное наклонение. Например, «отыр», «тұр», «әкел», «айтпа», «отырма», «қарама» и так далее. Я мен сурет салу. Дұрыс емес. Отыр. Дұрыс переводится как «правильно», дұрыс емес переводится как «неправильно». А если мы хотим спросить «правильно ли?», то говорим «дұрыс па?». Мен жауап берсем бола ма? Мен сурет саламын. Дұрыс. Сен не істейсің, мей-мей? Мен ән айтамын. Жарайсың. Сен не істейсің, Мәриям? Мен кітап оқимын. Өте жақсы. Я понял. В неопределенном настоящем времени после глагола добавляются суффиксы «а», «е», и затем личные окончания. Но сначала убираем «у», затем добавляем суффиксы и личные окончания. Не істейсің, Адым? Мен шахмат ойнаймын, футбол ойнаймын, домбырада ойнаймын. Сабаққа кешігемін, сабақта ұйықтаймын
дегенді қосып қойсаңызшы. Сен не істейсің, Миша? Мен әжетханаға барамын.